бағдарламасында функция фолликул кезеңінен өтейін деп отыр. Онда біз 5-6 фолликул жоспарда бердік. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Қарайтыңызшы. Фолликул жидкісін эмбриолог дәрігерге береміз. Сұйықтықмен бірге эмбриолог дәрігер сонда аналық ұрықты іздеп бізге хабарын айтады. Әр фолликулдан ұрық шыққанша осылай үміттеніп отырамыз, шықса екен деп. Санап отырамыз. Шықты ма, шықпады ма деп. Қаншасын шықты бұл? Тез-тез аяқталды. Бізде 4 аналық ұрық шықты. Құдай қаласа, соларды бүгін икси әдісімен ұрықтандырып, 5-6 күннен кейін эмбрион шығады. Сол эмбрионды биопсия жасап, генетикалық тексеруге жібереміз. Сәттілік тілеп қойыңыздар.